Бүгін Түркия Республикасының сыртқы істер министрі Хакан Фидан Мәскеуде ресейлік әріптесі Сергей Лавровпен кездесу өткізді. Кездесудің басты тақырыптарының бірі астық дәлізінен бөлек 4 қыркүйекте Сочида өтетін Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоған мен Владимир Путиннің саммитіне дайындық болып табылады. Жиын алдында сөз сөйлеген Хакан Фидан ресейлік достарымызға ең алдымен ақпан айында болған жер сілкінісі апатының салдарын жоюға және жақында ғана орманда шыққан өрттің салдарымен күресуге көмек жіберген ресейлік достарымызға рахмет білдіремін деп бастады. Кездесу барысында екі жақты мәселелерден бөлек өңірлік және жаһандық мәселелер талқыланды. Саммиттің маңызды тақырыптарының бірі 17 шілдеде Ресей тарапы бас тартқан астық дәлізі келісімі болатын. Ал осы кездесуден кейін жасалған мәлімдемеде Сергей Лавров астық дәлізі бойынша біз қойған кепілдіктер берілмейінше астық дәлізі мәселесінде ешқандай ілгерілеушілік болмайтынын айтты. Лавров батыстың Ресей астығының экспорты туралы сөзінде тұрмағанын айтып, Біріккен ұлттар ұйымы ұсынған пакеттегі келісім шарттар орындалған жағдайда ғана астық келісіміне қайтып ораламыз деп ескертті. Сонымен қатар Сергей Лавров кездесуде Сирия-Түркия қарым-қатынастарының қалпына келу үдерісін бағалағанын айтты. Анкара мен Дамаск арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастарды қалпына келтіруге көмектесетін қосымша қадамдарды да талқыладық деген сөздер айтты. Өз кезегінде Хакан Фидан Түркия мен Ресей арасындағы қарым-қатынастардың тамыры терең тарихына назар аударды. Хакан Фидан Қара теңіз бастамасын жандандыру біздің күн тәртібіміздегі басты мәселе деп ескертті. Бастаманың жандануы екі аймақта да тұрақтылықты қалпына келтіретініне сенімдіміз деп қайталады. Сонымен қатар қолымыздан келгенше астық дәлізі мәселесін қолдаймыз, көтереміз деп ескертті. Ол мәселенің Қара теңіздің тұрақтылығы үшін өте маңызды екеніне назар аударды. Сонымен қатар Хакан Фидан Ресейдің ұстанымы мен талаптарын түсінуге тырысатын үдерістің бар екенін айтты. Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан астық дәлізі мәселесінде Анкара мен Біріккен ұлттар ұйымы тығыз байланыста жұмыс жасап жатқанын білдірді. Осы уақытқа дейін Ресей президенті Владимир Путин Анкараға, я болмаса Стамбулға келеді деп Режеп Тайып Ердоған мәлімдеме жасаған болатын, бірақ ақыр соңы бүгінгі брифингта анық болғанындай Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоған Ресейге баратын болды. Ол мәселені Хакан Фидан осы екі жақты кездесуде жариялады. 4 қыркүйекте Ресей Федерациясына Түркия Республикасының сапары Сочи қаласында өтетін болды. Түркия Республикасының сыртқы саясаты ақпараттарын дер кезінде алу үшін арнама жазылды, ұмытпаңыз. Сонымен әлемдік қауымдастықтың күн тәртібіндегі ең бірінші мәселе астық дәлізі сұрағы Ердоған мен Путиннің алдағы кездесуінде шешілетін болады.